Біздің қос ақынымызға 5-ші жұпқа берілетін қосымша тақырыбымыз да бар. Биыл ақын Абайдың, Хакім Абайдың 180 жылдық мерейтойы екенін білесіздер. Қазақ руханиятының алып бәйтерегін ақындар жырға қосты деп отырмыз. Адамзаттың абайы деген тақырыпты қоса беріп отырмыз ағайын. Sen tартатын
жұмбақ боп тұр. Әйтеуір бір-бірлерің осы күні қызыл түйе секілді құндақ боп тұр. Халыққа Жанармайдың бағасымен Қонарбайдың баласы қымбат боп тұр. Түркістан текті жұрт қой айқай ақын, сөзді айырар, қозғасақ елдің жайын қозғай қал. Қымбат деп Жанармай мен Қонарбайды Нұрмаханның айтылған назды ойы бар. Қарағым, енді маған нағыл дейсің, Жанармай қымбат болса газ қойып ал. Мақтасаң Түркістандай елді мақта, мақтасаң Түркістандай жерді мақта. Ассалаумағалейкум сәлем бердім, шапсам деп қамшын ұрып келдім атқа. Әңгімені бастайын әріректен, ағайын құйып отыр сен бұлаққа. Мен негізі туылы Өзбекстанда, 2000-да келгенмін бергі жаққа. Өзбекстанда туылды дегенменен өздеріңнің ұлыммын мен бірақта. Себебі баяғыда қанша жерді қазақтан бөліп алып берді жатқа. Сондықтан осы өлкенің баласымын, туылды дегенменен арғы жақта. Жерімді бөлмегенде туған жерім Түркістан деп тұрушы төл құшақта. Өлеңнің бірге шыққан белесіне. Нұрмахан сахнаға шыға сала көп нәрсені түсірдің сен есіме. Сен тартқан махамды біз шығардық деп Түркістанды көтерді төбесіне. Шойбеков айтысып сол махамменен ұмытылмай сақталды елесіне. Оны бірақ шығарған Нартай ақын айналған ән мен жырдың төресіне. Нартайдың махамын біз шығардық деп өлеңің тығылды ғой өңешіңе. Ел мен жұрттың махамын шатастырмай өзінің қайтарып бер егесіне. Сәл болса да ізденіп сауатыңдаш Мұхтардың құлақ салып кеңесіне. Сен оқыған кітапты жазғанбыз деп ойпырмай қараш бұның өресіне. Жазғаның рас болса сол кітапты өзіңде оқып жүрсей келесі де. Бауырым балас едің сен арыстың, басына көшейік те болар істің. Бекарыстың шығарған махамы деп біздермен шықпай жатып неге алыстың. Жарайды, егер сөзге түсінбесең, менің де ондай жанмен жоғалысқым. Әбдікерім көкемше жауап берсем, өкпелеп қала қоймас оған ешкім. Иә, біз манап Нартай барлығымыз, махаммен айтсамыз Бекарыстың айқаяғы. Мінген біз айтыс деген ақ кемеге, бұл өнер бізді өлтірмей ап келе ме? Өткенде Астанада Түркістан мен Ақтөбе бір-біріне тап келе ме? Айтысып Нұрмахан мен Нұрболсонда дегендей бақшалама бап келе ме? Батыстың махаммен айтсасың, біздің махам сендерге шақ келе ме? Дегенде жауын байып қарсыласың, Астананы көтердің Ақтөбеге. Атамды бөлгендерің аз болғандай, махамды да бөлуге шықтың ба деп көрсетіп кетіп едің қатты өнеге. Сен тартқан махамды біз шығардық деп бөліндің бүгін осы сәтте неге? Екі жерде екі түрлі сөйлейді екен, сондықтан ел мен жұртқа өкпелеме. Түркістанда өзіңе жетпей қапты, айтып жүрген ақылың Ақтөбеге айқаяғы.
кең жерде табаныңды тайдырасың. 100 мыңға тойға шығады деп отырсың, қызғанған байғұс құсап байдың асын. 100 мыңға шықты деген аты ғана ол екен деп ойлама айлығасың. 30 мыңын беремін музыкантқа, әнмен күйсіз қалайша той қыласың. 30 мыңын беремін камераға, еңбегіне ақысын сай қыласың. 30 мыңын беремін отбасыма, дегендей тамақпенен шай қыласың. Сондықтан да 100 мыңға шығады деп Нұрмахан досым олай айнымасын. Біздікі сол баяғы ақ көңілдік, біреуден ап біреуді тойдырасың. Қазағым өзі беріп өз алады, сен оған неменеге қайғырасың? Айтыс боп Түркістанның аясында беріле берме өйтіп әй ашуға. Біздің ел өзі сондай ақ көңіл ғой, жеп жүрміз жал менен жаясында. Дженниферге миллиардтар берген қазақ, Мұхтардан 100 мың теңге аясын ба? Кеп тұрмыз аламанды шаңдылғалы, Түркістандық халықты таңдылғалы. Бұл Нұрмахан ұстаз ет Қаратауда, соңғы кез ол жақты да оңдырмады. Азамдағы жұмысқа түсте барып, жалқаулықтың көңілін қалдырмады. Ұстаз деп келгенменен қанша сәкір, бірінің маңдайбағын жандырмады. Жақында жұмысынан шығып кетіп, өкпесін айтып жүр ғой тағдырғалы. Бұл жаңа үйіп төгіп ақыл айтты, мына отқан Мұхтарға алдындағы. Неліктен ақыл айтып отыр десем, өз басында екен ғой даудың бәрі. Халыққа ақыл айтқыш боп кетті ғой, істейтін жұмысы жоқ жанның бәрі. базардағы сарттардың
саудасындай сонда да жиылғасын құйылып қос өзеннің арнасындай төрінде емін-еркін тайраңдатты жүргендей өз үйінің ауласындай қайда кетіп барасың қайран жұртым жалаңаш шыңды көріп жан досыңдай ашылғаннан шығады ау ащы даусың айтпасам бара жатыр қанға сыймай ай бірақ та өкпелеп не қылайын біздің қазақ лап бергіш бұл досындай өмірдің де жалғаны осы шығар кредиттің алғашқы жарнасындай әттең-ай өстіп жүріп бір күндері зуылдап асауаттың арбасындай қызыл жасыл дүние көтерсің ау жалтыраған жайлауының жамбасындай тақырып көңіліме қонып шықты оны балаң жақсыға жорып шықты ұлы абай айтушының мықтысы ғой өлеңін өлмейтін қып өріп шықты шығыстан шыққан күндей туа салып шуағын адамзатқа төгіп шықты ол түгілі әуезов мұхтарға да өзінің көп пайдасын беріп шықты өйткені ол абай жолын жазамын деп алдымен өмір жолын шолып шықты сөйтті де 30 жылдай уақытта 40 мыңдай сөздікті теріп шықты ақырында әйгілі қаламгер болып әлемге атақ аты толық шықты тіпті ғылым қайраткері деген атты алғанында көзіміз көріп шықты қысқасы абай атам арқасында әуезов мұхтар өсіп өніп шықты айтушының мықтысын жазамын деп жазушының мықтысы болып шықты еңбегін оқыған жан бірден құптар әуезов кітап жазса мұнда ерлік бар дәл соның аттасында қасымдағы бұл күні жазушы деп білген жұрттар бірақ бұл әншілерге сөз жазады жұлдыз деп төбесінде күлген бұлттар өткенде төрәліге жазған әнін тыңдап қап үлгердік дәл алайда өлеңінде мағына жоқ тек біреудің көңіліне кіргендік бар бабалары бірген дүние деп кеткесін бәрібір бұл дүниеде біргендік бар ал ендеше сөйлесін ат шулы пайданың нағыз көзін білген мұхтар әуезовтей абайдың жолын емес төрештің сөзін жазып жүрген мұхтар Zamanның азғаны бар, айқаяға тозғаны бар, әркімнің өз қайғысы, өз бағы бар. Мұхтарлардың аттасы екенсің деп, шығасап жанған оттай маздадың ал. Мұхтарлар абай жолын жазсын деген, қай атаңның шығарған өз заңы бар. Мағауин жазып ала сапыранды, қазақтың түп тамырын қозғаны бар. Шаханып шырылдатып шындық айтты, өзінің заманына азба бұлар. Ниязып үш алтынды жеңіп алды, оқ бойы қатарынан озғаны бар. Мен досым мұхтарлардың жалғас едім, өзіндік айтары бар, қозғары бар. Мұхтар боп абай жолын жазбадың деп, неменеге ботадай боздадың ал. Әр ақынның өзінің жазары бар, әркімнің маңдайына жазғаны бар. Барлығы абай жолын жаза алмайды, себебі әр мұхтардың өз жолы бар. Айқаяға қарасақ көз жүгіртіп ақ қараны, жұмыссыз жүрсің десем ақталады. Бір жан емес бүгінгі жұмысымыз сізбенен болады деп мақтанады. Нұрмахан сен іздеген сол бір жұмыс табылып қалар осы жақтан әлі. Себебі мұнда отқан Тұрар ағаң директор боп қызмет атқарады. Қол астында Расул Нұрдәулеттер ұстаз боп тәрбиелеп жүр көп баланы. Тұрекеңнің қасында бірге жүрсең, жағдайың зор, көйлегің көк болады. Ең жақсысы бұл кісі жұмыс күні әбетке зор жерлерге апарады. Қысқасы, жұмыс осы жаққа жұмысқа кіріп алсаң, уайым мен қайғыңыз жоқ болады. Айлық жағын білмеймін не боларын, ең бастысы қарның тоқ болады. Өйткені Тұрар аға Түркістанда мектепке емес Нұрсатқа көп барады. Айқаяға
таппаса да арқасынан, Батыраштың сақтанған балтасынан. Әбдікерім көкеміз басшы болып, өмірдің өткен талай таутасынан. Мәдениетті басқарып тұрған шақта бұйрық кепті басшылар алқасынан. Мәдениет үйін жапсын деген екен, біз қарсы боламыз деп жалпы осыған. Әбдікерім көкеміз міне сонда өз жұмысын тоқтатпай ортасынан. 120 қызметкерге 1 жыл бойы өзі айлық беріпті қалтасынан. Мәдениет үйін сөйтіп апқалыпты, риза болып Түркістан халық осыған. Қорықпай мынадан да, анадан да мәдениеттің жыртығын жамаған ба? Өзі 6 миллион қарыз бопты, үзбей айлық берем деп әр адамға. Халыққа жалмен жая ұсыныпты, шүкір деп қара су мен қара нанға. Қарыз болып жүрсе де қазақ тойлап алғысапты, жас кәріден баладан да. Мәдениетті көтерген Әбдікерім бабамыз үлгі болсын бар адамға. Қысқасы ол ешкімге қарыз емес, қысқасы ол ешкімге қарыз емес, керісінше біз қарызды сол адамға туған жерде дауысың жуандайды, Нұрмахан айтқанымды ұға алмайды. 4 жыл бойы оқыды Көкшетауда, ол да орын болмады бұған жайлы. Ақыры ол жақтан да қайтып келді, себебі суық жерде тұра алмайды. Шымкентте қуылды жұмысынан, өйткені тәртібі жоқ, тіл алмайды. Әй мынау бұл жүріспен кете берсе, тұрарға да жұмысқа кіре алмайды. Бұның жүрген жеріне шөп шықпайды, шыққысы келгенмен шыға алмайды. Әке шешең ауылда қарбыз егіп, жыл сайын тонна өнім пландайды. Болмаса сол жаққа бар көмектессе, олар сені барғанда қуа алмайды. Сен қуанып ауылға барғаныңмен, мамаң мен папаң онша қуанбайды. Өйткені бұл барғанмен ауыл жаққа қатырып онда да еңбек қыла алмайды. Қолына кетпенменен күрек алып, егіннің арам шөбін жұла алмайды. Қысқасы бұл ауылға барар болса, егінді уақытылы суармайды. Әкесі егіп отқан әп-әдемі егінді быт-шыт қылып ұлаңдайды. Жүрген жеріне шөп шықпас бұндай адам, қатырып қауын қарбыз шығармайды. Сен менің хабар берсең хал жайымдан, мен сені шап берейін шау
бір ессіздің түсіріп бейнебаян алып жайлы жасанды интеллектпен билеткені қараптан қарап тұрып жандулайды. Апырай соны көріп намыстанып көңілге кәдімгідей алдым қайғы. Алайда өзі тірі болмаса да атамыз арамдарға алдырмайды. Өйткені артыншылар жазаланды, ақылды адам сұңқарға тор ұрмайды. Сондықтан қара ниет қажет емес, бұғдай опасызды оңдырмайды. Қысқасы жаратушы жаппар Алла болдыратын нәрсені болдырады, болдырмайтын нәрсені болдырмайды. Жақсылықты сауапсыз қалдырмайды, жамандықты жауапсыз қалдырмайды. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын біліп тұрып тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Деп абай өкініштен айтпап еді, басынан кеп деп абай өкініштен айтпап еді, баяндап басынан дәурен көшкендерін. Еңбек қылсаң артында берекет тұр, жалқаулықтың артында бәлекет тұр. Абай кеш сермепті деп жүре бермей, ыңғайы келсертерек әрекет қыл. Даланың түзде жортқан қасқырындай, жарты сағат алыстық расты қылмай. Ал бауырым осымен сен де аман бол, бүгін түнде ұйықта бастырылмай. Досымсың ғой айтыстың сахнасында, тебісіп ойнап өскен жас құлындай. Бұл достықта тарихқа ұлас екен, Әселхан Әбдікерім достығындай. Түркістан жарқыраған жаңасың ғой, жүректен ойып орын аласың ғой. Егер де бұл қарқынмен кете берсең, қатарыңның алдында боласың ғой. Себебі сен қарқынап күннен күнге сағат сайын көркейіп барасың ғой. Ағайын осыменен сен де аман бол, қаншама данышпанға панасың ғой. Қауышуға асығып келгеніммен қоштасуға қимайтын қаласың ғой. Үлкен алғыс білдіреміз 5-ші уақыттары Мұхтар Қонарбаев, Нұрмахан Жақыпбек, осы қошеметтеп вақыттарға бір құрмет білдірсеңіздер, үлкен алғыс білдіреміз. Ал қазылар алқасы 5-ші жұбақындарының пайым берсеңіздер, айтысты бастаған Нұрмахан Жақыпбек 10-19. Мұхтар Қонарбаевтың пайым берсеңіздер 10-10. Үлкен алғыс білдіреміз. Біздің бірінші айналымдағы соңғы жұбымыз, яғни 6-шы жұп ақындарын сахна төрінде шақырамыз. Бұл осы 2025 жылы өткен, Шымкент қаласында өткен күміс домбыра айтысының бас жүлде иегері, күміс домбыраның иегері Қарағандыдан Нұрмұхаммед Байсүгіров. Нұрмұхаммедке дайындаған біздің жүйрігіміз де осал емес, түркістандық Исламхан Мұхаммедханұлдарымыз сахнаға келеді. Мінекей 6-шы жұбақындары уақытты қышамдап, өздеріңіз білесіздер. Биыл мемлекет басшысының үлкен жардымымен түрленген, гүлденген Түркістанымыз ерекше қала мәртебесін алып жатыр. Елдің мерейтасы бабалар жатқан жер тағы да бір тарих белесіне қадам басып жатыр. Сондықтан да біздің
қос ақынымызға түрленген гүлденген Түркістан деген қосымша тақырыпты ұсынып отырмыз. Ал ақындар. Өнерді бойға жастан азық еттім, өлеңді ойға алтын қазық еттім. Мақпал белі арқаның сәлем айтты, жатқан жері әулие әзіреттің. Ассаламағалейкум арда қазақ, баршаңа басым дейіп тағзым еттім. Сіздермен амандасу бір мәртебе қолынан алған адамдай хазіреттің. Қазыбек жатқан жерге дұғай сәлем, ауылынан қаз дауысты Қазыбектің есті сөз айталса егер ердел қоштар, ел қоштаса түспейді төрден бастар. Түрленген Түркістанды жырламаққа түгелгенді өлеңге мерген достар. Тұрар ағам шақырды осы айтыстың, атаны сенсің ғой деп керуен бастар. Арқада ахандардай болмасақ та аханыптың ізедік серуен бастар. Солтүстіктен қан долы ақын келді, артқа тастап асумен белдер дасқар. Нұрмахан, Аян, Ахмет, Расулдарың айтысты жырмен бастап әнмен қостар. Ендеше қошеметпен қарсы алыңдар, бұл жерге келмейді ғой белбеу бостар. Мағжан ақын жырлаған Түркістанға келіп тұр Мағжан ақын сенген жастар. Байқасам Түркістанда түнгі қар жоқ, түнгі қар болмаған соң жұлдыздар көп. Көргенде көшесіне көзің тояр, аралап қайтсаңыздар күндіз барлап. Базары тарқамаған ал ажары, күллі түркі назарын бұрғызған жақ. Бұл өлге кеше өткен әсел қандай, талассыз таланттарды туғызған жақ. Әбдікерім секілді дауылпаздар өлеңмен жырдан дауыл тұрғызған жақ. Қыз бен жігіт айтысының нақ үлгісін көрсетіп кеткен біздей ұл қызғарнақ. Солардың құрметіне айтыс жасап, өнегесін ұрпаққа тұрмыз жалғап. Деп тұрар тілеулейіп, сауын айтып сауранға шақырып ед күндіз звондап. 12 ақын қатса дос айтысқа арасында бірақта бір қыз болмақ. Бек Арсағанменен ақылдасып жұптаймыз деп тізімге кіргізді алдап. Мен байғұс Арайменен айтсам деп қиялыммен кетіп ем жұлдыз барлап. Сөйтіп келсем қасымда мынау отыр, тәбетімді қашырып түр бұзған боп. Бек Арсаға бұл өзі қалай болды, назымызды өзіңе тұрмыз жолдап. Арқаның ақындарын аруларға айтыңдаршы, жұптаса кім қызғанба. Текеметтей Түркістанның маңайында түрлі бар екен мың қызғалдақ. Қызғалдақтың отанына келіп тұрып, құрғыр бұйырмадау бір қызғалдаға тұлпар мініп қолыңа байрақ ал деп, Қарағанды намысты қайраған көп. Қай ақын болса дағы айтыс адам батырлай бес қаруды сайлаған көп. 2 жыл қатарынан Шымқаланың сахнасында бұлбұлдай сайраған кеп. Жігіттермен айтысып жігіттерше шайырмын деп келгенін шайнаған кеп. Еркектермен еркекше егес
салам, салып та отырған жоқ бай балам көп. Адамда бірақ арман таусыла ма, араймен айтысам деп ойлағам тек. Әбдікерім әкемнің әнін айтып, араймен отырар ем айнамау деп. Жеребе жолдас болмай жер тептім-ау, жанымызға жайғаспай жайладам кеп. Әй бірақ қазыларда көрген ғой, бір білгені бар шығар ойлаған дөп. Әдейі мынау менен қосқан шығар, көңілі бір сәт болсын жайланар деп. Бұл ақын билетін қой ақтық сынға, шығатын баспалдақ қып пайдалан деп. Өлең сөздің бармаса да парқынатын, сонда да талаптанып талпынатын. Ассаламағалейкум, ислам қандай қалайсың, қасымдағы бал тұнатын. Топқа түссең тоқтамай толғайсың кеп, бір сәтке қарайламай артың атын. Шапқа келгенде шатаспайтсың, қарсыластың елемей даңқын атын. Төрт айналым айтыстырып қойса дағы, жарықтық түрің жоқ қой сарқылатын. Өйткені жұрттар құсап жаныңды жеп, жайың жоқ түйін іздеп шарқ ұратын. Жаңылмай айтып шықсам болды екен деп, айтыстың қарамайсың шартынатын. Ұйпа-түйпа болса да ұйқастары, түрің жоқ айтысудан тартынатын. Бунақ пен буын саны жетпей жатса, әйменен айды қосып толтыратын. Батыр ақын болмаса емес қайғы, ақын батыр болмаса бағаспайды. Әзелхан апам туған топырақтан таланттар қалай ғана толастайды. Ақмарал, Маржан, Анар, Кариманы тыңдағандар тамсанбай тараспайды. Бекарыс, Бекмұрат пен дәурендерің Түркістанның байрағын дара ұстайды. Оңтүстіктің намысын жібермейді, қай өңірде болса да талас бәйгі. Осындай ағаларда ислам хан жыраққа шығып неге жағашпайды. Алыстап бір көрмепсің облысыңнан, осындай көрдім сенен оғаш жайды. Сырттандай сыртқа шығып намыс қорғап келсеңіз, жұртың қалай қараспайды. Сондықтан ислам хан сенде ұлға ұяда жата берген жараспайды. Ауылыңнан шықпасаң айналайын, ақындығың ауладан әр аспайды. Ауылдан шықпай жүрген ақынсың деп, халықтың көкейіне салды күмән. Ақындығын ауладан араспайды деп, сапасыз сөз шығардау сандығынан. Өз баласын ақылсыз деп тұрғасын, халықтың да көңілі қалды бұдан. Түркістанның атынан мен өз басым тартысып талай жерге салдым ұран. Сыр еліне айтысқа барған кезде ислам хан көрінбеп мен әр қырынан. Талдықорған төрінде айтысқанда Түркістанда разы боп қалдылынан. Алматы Астанадағы айтыстардың жүлдесіз қайтқан жоқпын барлығынан. Қарағанды төріне бір бармасам, ол енді жаратқанның жарлығынан. Нұрмұхаммед ақынның кесірінен немесе ислам ханның тағдырынан. Бір жылда біздің елге 3-ке
өлшеп тұрсаң, ол менің көңілімнің кеңдігінен. Ал мен сенің еліне бір бармасам, ол сенің пейіліңнің тарлығынан. Ол айтысты бұған бекер бас қатты ғой. Бас қатпайтын адамға бас қатты ғой. Қайран біздің қор болған қаражатай, осығанда бюджеттен ақшапты ғой. Осындайын білгесін тұрар ағам, осынша қоспаймын деп қақсатты ғой. Сен айтысқа бегарыс ағам қосты, ағайын бұл дәл сондай астатқы ғой. Айтысқа әрең зорға қосылып ап, мынау адам таңдай бастапты ғой. Қыз сұрап отқанына қарағанда, қыз жайлы айтқан шығар мақсат бір ой. Бұл айтыста жалғызақ бір қыз бар еді, жарын әлі таппаған жақсатты ғой. Бекең сені қызбенен жұптар кезде таңдауды қыз алдына тастапты ғой. Қыздардың да болады өз таңдауы, дейсің бе қыздар саған дастапқы ғой. Арайжанда ақылды қыз емес пе, таңдаудан аспапты ғой, саспапты ғой. Саналы қыз болғаны осы шығар, саналы түрде сенен бас тартты ғой. О, бағамды береді деп бас бармақпен, апырай сен соншама аспандаппен. Қызбенен қыдырайын дедіңіз бе, өмірзақ Естайұлы ашқан бақпен. Финалға апаратын билетім деп, астырдың арам ойды астарлаппен. Әбекеңнің әніне бір салсам деп, өзіңше біраз нәрсе жоспарлаппен. Финалды емес үй жаққа билет алып, қайғырып қара бауыр қасқалдақпен. Баспалдақтан аяғын тайып құлап, ақсаңдап бара жатпа, қосбалдақпен. Ол ақынға алла берсе бедел данып, жыр садағын тартайын жебемді алып. Ауылдағы аламанға қатыспасақ, көптен бері қалдық қой көбем қағып. Ел шетіне дүбіргеп жатқаннан соң, елегізіп кеп тұрмын елен қағып. Қазыбек жатқан жерде бір шабайын, Қаныбектей атамнан өлең дарып. Өздеріңдей қолдаушы отырғанда, ақын адам болады неден қарып. Қошеметпен қамшылап отсаңдаршы, ауылдастың атосын деген қалып. Бекзаттай батыры бар берен қалық, Бегарыстай ақыны бар ерен қалық. Төрт қақпалы Түркістанда барлығы бар, тек қана бір құдайдан төмен қалық. О, мен өзім ақын болдым 10 жасымда, білмеймін сен не істедің ол жасыңда. Келесап аманың жоқ, сәлемің жоқ, Түркістанға келдің бе жауласуға. Сабыр саулық сұрап алайық, сабыр сақта, аман ба мал басыңда, жан басыңда. Төріме мейман болып отқанан соң, асағатты зауқым жоқ дауласуға. Ақыласып асаба болып кеткен данышпан отыр менің дәл қасымда. Көпті көрген адамдай сөйлейсің ғой, көш бастап жүрген жандай ел басында. Ары кетсе атақты асабасың, әркімнің ән сап жүрген арбасында. Сен асаба болғанда мен де асаба, ағайын екі асаба арбасуда. Бізден озып кеткенің шамалы ғой, тіршілік жанбауымен жалғасуда. Айтқаның 5-6 ауыз өлең ғана, тапқаны 5-10 тиын дорбасында. Ақылмен аула жайлы айтпай-ақ қой, біз бірдейміз өмірдің арнасында. Сен де жүрсің біреудің ауласында, мен де жүрмін біреудің ауласында. Ойыңа жүргеннен соң өлең дарып, шебер шауып, ауылдастың тайосын қол
тауып, Түркістанның халқын дұрыс білмейді екен. Бірақ та байқамадым сенен қауіп, барақымды көретін баласындай. Бұл халық бағалауға шебер халық, ауылдастың тайосын деген емес, ағайынның атосын деген халыға алтын деп ойлағаным күміс екен, құрыш деп ойлағаным мырыш екен. Біреудің ауласында нең бар сенің, сіламәлі сенікіне жүріс екен. Бас десем құлақты айтып бұлданасың, ауылыңда қалғаның дұрыс екен. Тұрар аға бұнымен айтыс құрап, байланыс жасау да бір жұмыс екен. Құрсын бекер айттым ау сыртқа шық деп, өреңде өлеңінде бұрыс екен. Түркістанды ұятқа қалдырарсың, аулаңнан шықпағаның тыныш екен. Түркістан арман болған гүл зармай, арналсын өздеріңе жырлармай. Хандар мен билер жатқан киел өлке, алыстан көз тартады гүл бағыңай. Көрікті көшелері саябағы келесап назарымды бұрғанын-ай. Хағандар мен билер жатқан топырақты толтырып қойған екен нұрға Құдай. Ешкім сенбеді ғой Түркістанды, өзгерет десе 3-4 жылда бұлай. Қаншама қалаларға барсам дағы таңғалып тамсанбаппын тура бұлай. Тамсанғаным соншалық Түркістанның тұрғыны болғым келіп тұрғанын Яссауимен жатқан жерде арыстан баппен абайлап сөйлеу керек, астарлап кең. Аяғыңды аспаннан келтірем деп ағаңа сөйледің ғой аспандап сен. Ақсақ темір кесене салған жерден ақсаңдатып қайтам дейді қосбалдақпен. Түркістан сөз қадірін біледі ғой, бағасын берер дайым бас бармақпен. Қонағын қайтармайды қосбалдақпен, қайтармаса қол соғып қос қолдап тең. Ислам ханның шешіліп сәл маскысы, кеп отыр жағамызға жар маскысы. Баспалдақтан құлатам, ақсаңдатам деп өлеңін отыр ғой арнап кісі. Түркістанның төріне келгеннен соң төгілер өлең жырдың ең жақсысы. Өйткені қасиетті Түркістанға бұл менің сапарымның алғашқысы. Ағайын алақанмен шабыт берсе, шабытымның кетеді самғақ құсы. Аяқтан аттасам да сен сияқты, сөзімнен ақсамаймын, ең бастысы. Нұреке енді келдің, Нұреке енді түстің сабаңызға. Келдірді-ау 4 ауыз сөз тобаңызға. Қонақ деген жаймен келу керек, осыны түйіп алшы санаңызға. Хандар мен әулиелер жатқан кезде сәл байқап сөз бастасай шамаңызға. Жаман үйдің қонағы билеттеген, қатпайтсаң біздер қарап қаламызға. Баспалдақ қылам деген сен емес пе, ағамдай жетсем деп бағаңызға. Бірінші рет кеп тұрсаң кешірер
келеміз. Осы әңгіме қап кетсін арамызда. Екінші рет есіңнен шықпас екен, дәретсіз аяқ баспай даламызға. Түркістанға келетін әрбір қонақ иіліп келу керек қаламызға, сыйынып келу керек бағамызға. Ол тоздырып сан аймақтың аламанын, сен рас көп жерлерді араладың. Бір жылда оңтүстікке үш келдім деп бағана сен саныңды сабаладың. Ауылдан шықпағаның дұрыс қой деп табанасты сен мені табаладың. Бірақ та сенде де бар бір кемшілік, қазақтың бөріс көрсең де бар қалаларың. Айтыс болған жерлерден қалмайсың да, қайтыс болған жерлерге барамадың. Сөзімді дәлеліммен келтірейін, жанаға шыдаушы еді жалаға кім. Сөзіме тиек болған дәл бүгінгі ағайын, қос бірдей айтыстағы қаранарым. 4 жыл бұрын өмірден қатар кетіп, ауырын көрдік сонда жаназаным. Әселхан алдымен апам кетіп аналадым, онан соң көкем кетіп ағаладым. Әселхан айтыстағы аруана, Әбдікерім емес бен абаданым. Апамды жер қойнына тапсырдық қой, топыраққа толтырып орамалым. Онан соң әбекеңді жерлеп қайттық, сен бірақ көрген жоқсың олаларын. Көп жерді көріп қайтқан әулием-ау, бат оқитын бұздың ғой бабазаңын. Ұялмай айтысына қалай келдің, қалай көріп отырсың бар балаларын. Бір жылда Шымкентке 3 келгішім, ал енді сен осы ойды сараладың. 100 жылда бір туатын екі ақынға, бір жылда бір келуге жарамадың. Осы ғой көңілімнің қамыққаны, сол кезде бұл да көңіл танытпады. Өз сөзін Нұрмұхамед ақыныңның өзінің кім екенін анықтады. Әселхан ол алашқа ортақ ақын, ондай ақын тумайды халық дәлі. Қайран апам қапыда көз жұмды ғой, көз алдымда көбейттің ауыртқаны. Білінбей өкпесінің қабынғаны, білінбей көңілінің жабыққаны. Ізінен еріп жүріп әні болып, әбекеңде айтыста шарықтады. Өлмейтін өнегесін қалдырды ғой, өмірде кетпесе де жанып бағы. Соңғы жылдар алыстап кетті айтыстан, білмеймін ала доптай ауыттағы. Бұл қоғамды түсінбей кетті көкім, немесе бұл қоғамда онықпады. Егіз қозы секілді екеуі де қайнаған қар өлеңнің зауыттары. Артында өлмейтіндей сөз қалдырған, көретін аз болса да жарықтары. Өнерде қырық рет айтысса да, өмірде бір-бірінен жалықпады. Қазақта дәл бұлардай ақын азау, адами айнымайды қалыптары. Өмірінің соңында жұбын жазбай, ойбырмай бірге тұрды табыттары. 21-дің соңында қатар көшті, 21-ші ғасырдың алыптары. Дейсің бе көңіл айтып, келмей жүрттің, жаназаға келгенде теңдей құрбың. Артына өлмейтіндей сөз қалдырған, апама қалай көңіл бөлмей жүрмін. Есіктен қазір кіріп келетіндей, самалы есіп тұрат селдей бұл күн. Көңіл айтпасам оның да себебі бар, демеймін оған көңіл бөлмей жүрмін. Апамды сендер өлді десеңіздер, мен әлі өлгеніне сенбей жүрмін. Шабысыңды бауырым бақыладым, сәні бол болашақта сахнаның. Мен Шымкентке 3 келдім рас айтасың, айтады дәл осылай ақын әнін. Арқаға бармадым деп өкпелейсің, сені донда арқаға шақырамын. Алдымен Әлихандай бабаң туған,
Ақтоғайдың басасың топырағын, одан соң арқажақтың етін жейсің, балдай тәтті қазыдан татырамын, жаңарқаға апарып шапан жауып, сарғымызын алдыңа сапырамын, шаршап отқан халықты шаршатпайық. Алты сағат ақындарды бақыладың, ал осы мема аман бол. Ислам ханым, мен сені еш ұмытпай отырамын. Әбдікерім секілді ақын болғай, оңтүстіктің жолатып атырамын. Қайда жүрсің тіл көзден аман болғай, ал енді қош болғайсың ақымағым ай. Түркістанда таңдар айлы, мекен екен жанға жайлы. Ақ жүрегім алып ұшқан, саған деген сағыныштан. Ақ жүрегім алып ұшқан, саған деген сағыныштан. Құшағыңды жайып мына артпассыңдар айып күні. Әбдікерім әкеміздің әнін айтсам лайықты ма? Әкеміздің тойына кеп әнін айтсам айыпты ма? Түркістаным сағындырған, жаралғандай бағын нұрдан. Ізі қалған ілкілердің түрі сенсің түркілерді. Қарсы алатын махаббатпен уақыт заңы қаталатын. Түркістаның қос балаңды шығарып сал шапалақпен. Түркістаның қос ақынды шығарып сал махаббатпен. Ол төрт қатары әдемі тоң секілді, түйіні сәл қаттылау тоң секілді. Алағайын осымен қоштасайып, негізі сол тірлікте оң секілді. Айтыс шарты жарты сағат айқасқанмен бабадан бізге қалған жол секілді. Кетер кезде қол алысып қоштасайып, түйіні сол әңгіменің сол секілді. Қонақ жайлығын қаламның көрсетейін, қонақжай екендігін Түркістанның міндет қылып қаламды көрсетуді. Қандардың бәрі сыйған Түркістанға бір қандасым сияды, сен секілді ай. Оу, шауып қайтсам деп едім желгенімше, барымды салдым елім көздеріңше. Сөз қысып отырғанда айналайын, көз қысып айқасатын бергеніңше. Түркістанның байрағын құлатпаймын, өз басым мен айтыстан өлгенімше. Төрт көзіммен күзетем, төрт қақпамда, 4 метр жер бір қабар бергенінше ай. Рахмет, рахмет. Мінеке болса қошемет білдірсеңіздер, 6-шы жұп ақындары біздің Нұрмұхаммед пен Ислам қағымыз осындай тамаша айтысшыға үлкен алғыс білдіреміз. Ал қазылар алқасы қош үйріктің ұпайын беріңіздер. Айтысты бастаған Нұрмұхаммед Байсүгір, Қарағанды облысы 19 гол. Исламхан Мұхаммедхан, Түркістан 19 гол. Рахмет, үлкен алғыс білдіреміз. Қазылар алқасы 2 минут уақыт сұрап отыр. Өйткені ақты кезеңге шыққан жұптардың 2 минут жетеді деп жазып жатыр. Сіздер де ұзап кетпеңіздер. Барат та келеді қазір осы жерде. Келесінде кетесін деген бар ма? Соғысам. Барат та келеді, 2 минут ұзап кетпеңіздер. Ал мен шамал сіздерге әңгіме айта тұрайын, сіздер жазып әкеп беріңіздер маған. Мына енді азғандай көрерменден айырылып қалмайын. Өйткені
сағат 9-дан бастап келген, мен бәрін түсінемін. Сағат қазір 2 болды, 6 сағаттай уақытта, 5-6 сағат уақытта қалайсыздар? Айтыс көру деген оңай нәрсе емес. Айтыс қалай, ұнап жатыр ма? Жаңағы біздің Әселхан анамыз туралы да, Әбдікерім ағамыз туралы да ақындар шамасы келгенше жырлап жатыр. Иә, рас, өзгерген ағайыннан, ұрпақтарының мынау жазған жаңағы берген үлкен ақпараттары бар, апаларымыздың ағаларымыз жазып кеткен шығармаларынан, ютубта, әлеуметтік желідегі айтыстардан көріп, өздерінің шама шарқы келгенше бүгін жырлап бағып жатыр. Оған бола біз ешкімді сөге көрмеуіміз керек. Енді қоса тақырыптар беріп, шамалы мынау бүкіл ауқымды дүниелерді қамтып жатырмыз. Себебі Әселхан апамыздың да, Әбдікерім ағамыздың да айтыстарын көрсеңіздер, ол нағыз шеберлік сахнада шеберлікті көрсетті ғой. Мысалы, тек қана берілген тақырыпқа ғана шектелмей, бұл айтыстың ауқымын кеңейтіп, қос ақын талай жаңағы мәреге бірге келді деп жатыр ғой. Сол сияқты тек қана біз анамыз бен ағамыз ғана жайлы емес, жалпы елде болып жатқан барлық жағдайлар, ауылда болып жатқан бүкіл жағдайлар, осының барлығын бүгінгі тақырып қылып айтысқа кіргізуге тырыстым. Сондықтан да айтыс енді Нұрмұхаммед исламға құда болып қайта айтқан айтылатынын білемін, аржағын білмедім. Нұрмұхаммед Байсүгіровті сахнаға қайта шақырып жатыр, бір апам айтсам дейді өзіме. Нұрмұхаммедтен бір тамаша ән сұрап отыр. Нұрмұхаммед Кәреке, келе қойшы, елің жұртың апаларымыз дейді. Апалар, аналар кеңестен келгенсіздер ма? Қанша ұстар қазір санайын мен бәрімізді көріп. Ал кім екен? Нұрмұхаммед келе ғой, бір жақсы бір ән салып берсін дейді. Келе. Нұрмұхаммедтің домбырасын берсеңіздерші. Ұзамаймыз. 1 минут, 2 минутта келеді қазір маған хабарландыру келеді. Ақындар сахнаға шығарып. Оған дейін Нұрмұхаммеджан, өзің бір жақсы Әбдікерім ағамның әнін білсең, жаңа айнамауы бар, келші қалқам иіскейін, көп қой ағамда. Ән айтайын ба, термей дейін? Әшейінде ауыз жатпас, қой дегенде өлең таппас. Шынберген Сүлейменов ағамыздың Мақпал Жүнісоваға арнап шығарған ән екен, Мақпалға арнау жалғыз аққу деген. Соны орындап берейін, алыңыздар. Біз барған кеште көл бетін, мұң тербеп тұрды келбетін, жанарын жаспен жуып тұр ой дүние-ай, сыңарсыз аққу ең жетім. Қызарып барып батты күн, тиылдау лезде тәттінің. Қай жерде қалды шаттығым, жұбымды сенің аттығым, түнді ұшқан жалғыз аққуым. Aynalı boştu
көл жердіп қалды көбелек, қиын-ай қиын деп тұрдым, сыңарсыз қалу не деген. Кімдер дос саған, кім дұшпан, ай шалқақ кейде жұлдызбан, жүректі қозғап барады ой дүние-ай, аққудың даусы түнді ұшқан. Қуаныш қайда көлгізір, қалмады-ау шаттық көлдешін, сол жалғыз аққу тағдырын біз екеумізге бермесін. Жалғыздық ешкім көрмесін, жалғыздық ешкім көрмесін. Терме сұрап отыр екен. Әбдікерім ағамыздың әнін айтып жатыр. Сол әнін өзім сүйіп тыңдайтын едім. Қалған әндеріне енді дауысымыз жетпейді. Жаңа Шынберген ағамыз бірде балалар үйіне барып, жетімдерді көріп, әсерленіп, шетелге сатылған қазақ баласы дейтін Ерген ағамыз орындап жүрген толғау дейміз ба, терме дейміз ба, соны орындап берейін, алыңыздар. Әке көрмедім тәрбие берер ақылман, анашымда жоқ ақуыз сүтін татырған, жетіме қылып тағдырын тарнақ батырған, таңдарым қанша ұйқысыз көзбен атырған. Әкемде менің анамда туған еледей, ол да жоқ қазір шетелге ұлмын сатылған. Шекарасы шарана күннен шерлендім, жаралы жүрек жарасын немен емдермін. Көңілсіз күймен күн кешіп жүріп бір күні, шетелде жүріп қазақтың қызын мен көрдім. Жарқ ете қалды, жүзіне қарап тоқталдым, жүгіріп барып құшақтауға да шақ қалдым. Үмітпен гүлдей жүрегімдегі жатқан мұң, шыдамай сол қыз отырған жердей бетке алдым. Қасынан өтіп бара жаттым да күбірлеп, қазақы тілмен сәлеметсіз бе деп қалдым. Жалт бұрылды ол жаңағы шыққан дауыстан, жүрегі құрғыр жарылғалы тұр намыстан. Екеуміз бірдей құшақтап жылап жібердік, бейкүнә жанбыз алыста жүріп табысқан. Тебіреніп кеттім атам екенді көргенде, отаным анам туған жер әкем келгенде. Жесірін сыйлап жетімін жылатпайтұғын, бейбағы өлсе қалмаушы еді-ай жерленбей. Қазағым менің қайран жұрт өгейлетсең де, бәрібір біз үшін бауырмал ел жоқ сендерде. Екеумізді де дәл осы асыл ой арбап, бақытты күндер келер-ау деумен баяулап. Серттесіп біздер ерлі зайып боп
сол күні атамекенге аттанып кеттік жаяулап. Сендесіп біздер ерлі-зайып боп сол күні атамекенге аттанып кеттік жаяулап. Бәрекелді. Осы жерде үлкен апаларым келіп отыр. Мына көрермен жинап жатыр. Рахмет апалар сіздерге. Бірақ әттең финалға шықпай қалды да. Құдай қаласа. Мынау қазылар алқасы 4 ақынды финалға акт кезеңге алып шығып отыр. Ұпайымен өздеріңіздің көз алдарыңызда көрдіңіздер. Соның алғашқы жұбы Түркістан облысынан Аян Ниязбекұлдарыңыз және Ақтөбеден Арай Нұрадин. Қыздар жігіттер өздеріңізге 10-12 минут уақыт беріледі. Бірден айтып бастап кетіңіздер. Апаларымыздан ұсынысы жатыр. Сәл шаршадық, аттарыңыз тартса деп жатыр. Рахмет. Батырлары қылышын қайрап өткен, ынтымақпен берекені байрақ еткен. Ассалаумағалейкум, сәлемдестім тұран бойын жайлаған бай қазақпен. Біздің халық иманды халық еді, айғайлы азан айтса дауысы айға жеткен. Ендеше улап-шулап отырыңдар, мен жырымды бастайын жайлап өтпен. Ағайын қиқуларың естілмейді, жөн шығар намысыңды қайрап өткен. Ön ағайын айға жеткен дауыстарың, айтысқа келгенде қайда кеткен. Осы күн Түркістанға бұл айтыс өлеңінің бәс емес пе? Әкелген анамыздың көш емес пе? Шіркін-ай, мен не деген бақыт дедім, финал жақта түстім ғой осы кеске. Жаңа ғана Замакин құттықтады, көңілі біздің елдің қош емес пе? Олаздай финалға да шығып тұрмын, айтыс деген өнердің бәс емес пе? Олаздай жап-жас қызбен шығарыпты. Енді барым саламын осы кесте. Құдай деген пендесіне берем десе, форчкадан береді деген осы емес пе? Ендеше аян балаң еңбек қылсын, алдында өлең айтып терлеп тұрсын. Сұп-сұлу арайменен шығарыпты дегендей бойдақ болып шөлдеп тұрсын. Арайжан, Ақтөбелік қалың қалай? Енді аян сен алуға еңбек қылсын. Бірінші қарсыласым нәпсі болып тұр, екінші қарсыласым сен болып тұрсың. Түрің бар құдай. Арайжан ел алдында жымыңдадың. Әрине ел алдында жырым мәлім. Қызыл көрсе шүйіріккен бір күт құсап, қыз көрсем келіп тұрады қырындағың. Үстіңнен шыққан әтір иісінен ләззат алып тұр менің мұрындарым. Таудан артқан қос өзен секілді боп, иықтан төгіліп тұр бұрымдарың. Ойланбай мен өзіңді таңдар едім, тіссе де жер бетінің сұлуларын. Байқаймын сен де кетер емессің ау, қабағыңнан осындай сыр ұрладым. Ағайын қолын соғып отпайды ма? Ел үшін айтамыз ғой мұның бәрін. Десегерде біздерге шапқалайық, ендеше берендей боп оқталайық.
тілеулес болып отыр көп қалайық. Бағана сен Расулға қарамадың. Енді сенің жаныңа топталайық. Ауылға өзі келіп тұрған кезде жас сұлумен ендеше бақтабайық. Қуғыншыға баратын біреу бар ма, ертерек Ақтөбеге аттанайық. Ауылға өзі келіп тұрған қызбен ендеше отау құрып бақтабайық. Қызыл көйлек келіп тұрған бұл аруды қызыл халат кигізіп ап қалайық. Тыңдаңызшы алаға, шығып тұрып финал жағаға. Бойдақпын деп ойпырмай қарамай жас пен шамаға. Қызыл халат деп айтып, бірталай жас тұр арада. Әрбір қазақ қыздарын қарындас деп бағала. Қарындасыңыз бар болса, мысалға айтайын арада. Берер медіңіз дәрсіздей сақалы шыққан ағаға. Тарихы терең тағылым, Түркістаным алыбым. Төріңе келді ақындар, бағамдар әр сөз қадірін. Әбдікерімдей атанын жырларын, Әбдікерімдей атамыз қалдырған жырға жарығын. Әселхандай анамыз соғушы сөздің қалыбын. Жалғасы болған солардың көмейден төгіп алып үн. Өзі командалық айтыста алдында сізді таныдым. Аманбысыз ағасы, бақ бүгін сізге дарығын. Шыға сала қырында көрсетіп қызық тәлімін. Сөйлеңіші ағатай, көзіне жетіп анығын. Айқасам кейде желкелеп, отырам кейде еркелеп, Әлия менен Мәншүктің бір сынығы деп танығын. Көңілдеген емес пе бір құнатым, ағамыз бойдақпын деп жұлқынатын. Өзіңіз де мықты бір ақынсыз ғой, дей алмаспын мен сізді сылбыр ақын. Алайда батыстың қызы едім. Жігіт жоқ анау мынау сындыратын. Батыстың қаныменен ойнап тұрам, жасына қарамай, батырлықпен қарсыласты жымғылатын ай. Командалық айтыста айтысып едік толық қып. Ол кезде қайым айтыс ет, сүреден міне жолықтық. Шыға сала тиіскен ағамнан біраз қорықтық.
келгенін тасыңыздың. Ендігі бір шәкіртіңіз дайын шығар, көрсетіп жіберіңіз басыңыздың. Нәтижесін көрсетіп осыншама 30-ға келіп қалған жасыңыздың. Шәкіртіңіз болмаса осы уақытқа дейін қамын ойлап жүрдіңіз бе басыңыздың айы? Арайжан бермесеңші түр жаққа мен емес сұлу қызға қыл жақтаған. Ол рас республикалық айтысты жарып жүрмін. Шақырса қай жаққа да жырлап барам. Сондықтан да әлі де ойланғайсың ел мақтаған жігітті қыз жақтаған. Түркістан сен қонақжай ел едің ғой. Арайжан әр сөзімді ел едің ғой. Кіп кішкентай момақан қызбын дейсің. Бар қызықты сол қыздан көремін ғой. Сен бірақ жаңа расулмен айтысқанда түсім шыққан дәу қызбын деп едің ғой. Ағайын қолын соғып оянбай ма? Қызының әкім сөзін тарамдай ма? Қыз деген осы ғой. Бой жеткен дәл кезінде кірпік қосып осылай боянбай ма? Арамызда 10 жас қой деп отырсың аян қайда, арай қайда? Сен бірақ Әселханды білемісің? Көңілің сол жағынан оянбай ма? Әселхандай апамыз 17-де тұрмысқа шығыпты ғой Баянбайға. Сен де арай 18 жастасың ғой. Сондықтан тиіп алсай Аянбайға. Міне күйіп отыр. Демейм маңдай тасқа кеп тиіп отыр. Ақ жаулықты аналарды көрмейсің бе? Олар төмен отса да биік отыр. Әкелері айтып келген жігіттерге олар тимеймін десе дағы тиіп отыр. Солар қазір жаман болып отырмайды. Әрқайсысы 10 немере сүйіп отыр. Жалған десе жалған екен, жалғанда Түркістандай бармам екен. Түркістанда жолыққан арай қызға ендеше өлеңімді арнап өтем. Қарындасым бар ма еді дейді маған, ендеше сол жағынан толғап өтем. Сені де қарындасым қорғаймын ғой, әніңді ең жақсысын арнап өтем. Арай қыздың бойына қарап тұрсам, кәдімгі талшыбықтай сән бар екен, ал енді таңдайында ән бар екен. Әлия мен Мәншүктің елінен ғой, өлеңінде батырлық мән бар екен. Қысқасы мен жаулықты аруларды сырттан келген бермеймін, жауға өтем. Қара көз аруларын қазағымның көзімнің қарасындай қорғап өтем. Түркістанда төргенмеймін, алдыңда желмаядай желгендеймін. Әлия мен Мәншүктің елінен деп арайдан осы сөзді көргендеймін. Апамның ерліктерін естігенде ертегі әлеміне енгендеймін. Шайтанды бұл атып алған бір ісі бар, басқалар сенбесе мен сенгендеймін. Қалған екен дегендей саят құрып серуендеймін. Ол кезде апам 17 жаста екен. Әрине сөз жақсын тергендеймін. Есіктен алып келес еніп кіріп енген екен, артынан еріп жүріп өрген қойдым.
өр рухты көргендеймін. Кеңестің соғысына бармаса да келесті атып алған мергендеймін. Өз басым Әселханның осы ерлігін Әлия мен Мәншүктен кем көрмеймін. Шықты ғой бұл арайдың әні балқып, ал менің жағдайым жоқ жадырар түк. Қазақ қыздың құрметте деп отыр ғой, әрине бұл арайдың тәлім артып. Ол рас қазір заман білінді ғой, себебінен сөзімнен себеп жоқ қой жаңыл артып. Қазіргі тірі жүрген көп баяннан баянсыз еңліктің қабір артып. Ессіз ән айтып жүрген жейлулардан арай қыздың көремін сәнін артып. Әшкей тағып жүрген әрістеден әшекей тағып жүрген ару артып. Осылай ел алдында төкпелейсің, дейсің де сұлуызға беттемейсің. Келін болып қалмаймын деп отсың ғой. Келін болып қалмаймын шетке дейсің. Бірақ арай дұрыстап ойланғайсың. Ауылға барып қайғының шекпегейсің. Жауабыңды айтар болсаң қазір айтшы, әйтпесе кейін қалып өкпелейсің. Ақтөбеде арайжан жатып алып, құрбосқа уайымды шекпегейсің. Түнгі төртте біреу көп оятқанда Түркістан деп оянып кетпегейсің. Әрбір айтқан ағаның айтқан сөзі әдемі. Алып қалам деп айтып келін қылуға дәмелі. Жүлде болмаса келін ап қайтқысы келет әдемі. Көрдіңдер ме ағайын осындай пысық бәлені? Туыстап тұлпар мінер азаматтар, жігіттер жүрмеуші ме ұл өзбенен? Қарғындар да өз сөзін кесіп айтып, қарт қожаққа сіздікі бұл қыз деген. Ағатай-ау, жігітке жараспайды, сахнаға әгугайлап қыз іздеген. Мен қай айсқа қай жерде барсам дағы, мен әрге жігіт емес жыр іздегем ай. Келін қылам деп ағатай, өрелге өлең өресің. Ал жақсы келістік дейік, қалың балды бересің. Шақырғанда оқуға ит құсап еріп келесің. Есек құсап соңымнан қыр соңымнан жүресің. Жұлдызы да сұрасам айды да әкеп бересің. Барынша енді тырысам жоғалтқанша сенесің. Батыстың бөрі қыз едім. Жанбай жатып сөнесің, күніңнен бұрын өлесің. Сол кезде өлең өресің, одадағы аулақ жүр саған берер кеңесім. Айбысып
дәуді алып жерде бейін қоң тәжіні ықтырған қазбек бейдей қаһарлы үндексінші өргөмейін ағам бірақ байқаймын аямайды деп тұрғандай жанары желкелейін шабытын оятам деп байқаусызда шамына тиіп кетіп өрдемейін аталы сөз айта алсаң бір жан сал боп сарапамдай өлеңмен еркелейін келін болып барамын ақтөбем атамнан үміт артқанда қалайша саған қаламын қалайша елде қаламын кірпікті жабыстырған деп жүзіме бір қарадың макияжымда ағатай шаруанғанша қарамын
Рахмет Аянжан, рахмет. Рахмет. Төраға, домбыраны сабаймыз ба? Өлең айтып, мінекей талайғыз ба? Келін болып қалмаймын деп отыр ғой, не дейін? Қасымдағы әй қызға жарайды, қоштасатын сәт келіпті, қарындастан тілекті аяймыз ба? Ой, қарынның отанынан келіп тұрған таудай бақыт тілеймін арай қызға. Арай, дұрыс. Одандағы қарындас Одандағы қарсылас боп Одандағы қарындас боп еркелейін Ерке болып үн төксін бір көбейім Еркелейін, еркелейін Халқымның алдында еркелейін Үміттен бе Ағатаяу келіннен үміттен бе Қуанайын, бұлағайын Риза болса қызына қуанайын Гүлдеріңе рахмет айтып Үн қосайын үн қосып Сән қосып үндеріме Рахмет мінекей Арай қызымызға, Аян ұлымызға рахмет. Аянжан, үлкен алғыс білдіреміз қазылар алқасы. Енді акт кезеңінің балын алдарыңызда параққа қойып отырсаңыздар. Ал біздің акт сынға шыққан екінші жұп ақындарымыз Ахмет Расул Баянбай, Түркістан облысы, Мұхтар Қонарбай, Астана. Ал ақындар. Мен өзім талайлармен айқаяға теңдеседім Табайын бұл финалдың ендесебін Гүлденген Түркістанды беремін деп Не айтты өзі аяңдай жерлес ерім Мен әйтеуір сіздерді жақсы көрем Сіздердей басқа ешкімге сенбес едім Мен өз басым қыздарға гүл берсем де Гүлденген Түркістанды бермес едім айқаяға Десеңдер дуылдашы, дауылдашы Сөгілмес жүйрігіңнің қабырғасы Екінші айналымға шықтым міне Я Құдай тілмен жағым жаңылмашы Финалға алғаш рет шығып тұрым Қобалжытып тұр ғой сәл жаным досы Ағайын өз балаңа қолдау беріп ендеше қошеметтен тарылмашы Тұңғыш рет финал көрген бұл балаңды тұңғыш балаң секілді қабылдашы Ағайын қошеметті еншетермін Шылқығаны осы ғой кеншекенің Анамдай қымбат маған Түркістаным Бағанды сенің қалай өлшетемін Біреулер табиғаты оншам ести Білеміз бұл сөздердің ерсі екенін Ал біреулер жеріңді жақтырмайды Қайтеміз оны Құдай берсе тегін Ал бүгін жарқыраған қала болды Біз дәл бізге тең келмейді зор шетелім Әркімге туған жерім Мысыр шаһар Саған жырдың арнаймын ең шекерім Ең сұлу жерге
қалай барат десе, Түркістанның трассасын көрсетемін айқаяға. Қаншама данамды өткен, бабамды өткен, Түркістан қасиетті далам неткен. Ақтоғайда бақилық болғанымен сүйегі Абылайдың саған жеткен. 21 хан жерленген топырақсың, тарихтан бізге сондай хабар жеткен. 14 ғасырда бұл аймақтан әйгілі Әмір Темір қағанды өткен. Яссауи кесенесін салдырыпты, Алла нұрын төккендей саған көктен. 17 ғасырда қалмақ шауып, бұлт ұрлатып күніңді қараңғы еткен. Ақ найзаға сүйеніп бала тауып, ақ жаулықты қаншама анамды өткен. Бір кездері қоқандар жаулап алып, бұл қала сол қоқанға қарау өткен. 19 ғасырда Ресей алып, қолдан билік бойдан шаман кеткен. Ал қазір жарқыраған қала болдың, желбіреп тұр көк түсті жалау көккен. Түркістан қасиетіңнен айналайын, біз үшін биік еді бағаң неткен. 21 ханды басып бауырына, 21 ғасырға аман жеткен айқаяға. Расул топқа кірсе із көрем ғой, сіздердей жақсыларды жүз көрем ғой. Мен жаңа арайменен айтысып ем, сахнадан бақытымды іздегендей. Ал енді арқыраған еркек кепті, денеміз тітірген дау мұз жегендей. Қыздан кейін жігіт сәл қиын екен, жадыраған жаздан соң күз келгендей. Терлеп тепшіп шай ішіп құм шекермен, артынан қышырлатып тұз жегендей айқаяға. Бұл мұхтар дауысына күш самайды, күш саса өзін ұстамайды. Былтыр жазда той жасап үйленіп ем, бір күнді белгілетіп күшті арайлы. Әйеліңнің есімі Ақбөбеген, қолыңмен алыпсың ғой ұстабайды. Ақбөбе десе өзі Ақбөбеген, шаштарын бір тараса үш тарайды. Ақбөбем деп қоймаушы едің, шабытын мұхтар қалай ұштамайды. Ақбөбеңнің жүзі сүттей аппақ екен, аумайтын аққу дейтін құстан айға. Ал сен бірақ қап-қара жігітсің ғой, бөпең нағып өзіңе ұқсамайды айқаяға. Расул бүгін білек айқаяға түріп келді. Айқай салып қасыма шығып келді. Әйелімнің есімі Ақбөпені, адал жарым жанымда жүріп берді. Бөпең неге өзіңе ұқсамайды деп, Расул ел алдында күліп берді. Жақында ғана ұлды болып едім, үйіме міржақыптай жігіт келді. Өзіме ұқсамайтын сол Ақбөпе, өзімнен аумайтын ұл туып берді айқаяға. Әр сөзіңді қиятын қылыш дейсің, Расул бітіргенім бір істейсің. Арайды тәтті шекер деп жатсың ғой, өзің осы теңеуді дұрыс дейсің. Ал енді мұхтарды тұз жегендей деп, сахнада басқаса жұмыс дейсің. Қарағым әйелің бар жігітсің ғой, қарағым әйелің бар жігітсің ғой, сонда да серлікті бір істейсің. Арайды шекерге теңеймін деп, үйде кешке болғаны ұрыс дейсің. Сахнада тұз жегенің ештеңе емес,
Кешке қатыныңнан қызыл бұрыш жейсің айқаяға. Жырыңмен Астананың жырыңмен Түркістанның тербеделін қуаныш сыйлайықта елге тегін. Сахнаға екеу боп шыққанменен бірақ жүйрік көреді көмбе төрін. Ал Расул ендеше барыңды сал, екеуміз барды салып айқасайық. Намысты бермейді Алла ерге тегін. Белбеу кетер болмаса бел кетеді, сен кетесің болмаса мен кетемін айқаяға. Бауырым бір сөзінен ақсапты ғой. Жан-жары үйіндегі қоштапты ғой. Өзіңде өткен жылы үйленіп ең, Расул сөйтіп адал достапты ғой. Бұл жігіттің әйелі логопед, талайларды сөйлетіп тастапты ғой. Қатты айтарды соңғы кезде, жігерін талай жанның жасқапты ғой. Неге қатты айтады деп ойласам, үйінде асыл жары қоштапты ғой. Логопед әйелінің арқасына әйтеуір тілің шыға бастапты ғой айқаяға. Түспеген батыр аттан байрақ көктен, даласы Түркістанның әйбатын еткен. Үйленіп тілің шыға бастапты деп, бұрлықтар сахнада ойнап кеткен. 10 жасымнан айтысқа талап қылдым, жүрсем деп елдің қамын ойлап көппен. Әйелдің қатысы жоқ бірақ оған, ойын таяз табанын тайғақ неткен. Әселхан әжем өзі тәрбиелеп, намысымды қылыштай қайрап кеткен. Бала күннен жаттатып өлең жырды, ұлының болашағын ойлап кеткен. Домбырасын қалдырып аманаттап, артына мұрагер қып сайлап кеткен. Өрімдей кезімнен ақ өмірімді өлеңге өзі мықтап байлап кеткен айқаяға. Қуантсақ деп мұндағы текті жұртты, ақындар Түркістанға бет бұрыпты. Әселхандай апамды алталашып, ақындардың анасы деп біліпті. Тек қана өнерде емес, өмірде де қараша жұрттың қамын жеп тұрыпты. Жылаған жетім менен жесір көрсе, жұбатып көздің жасын кептіріпті. Ата-анадан айырылған 6 бала бір күні үйімізге кеп тұрыпты. Әселхан апам сонда ойланбастан тәуекел етіп белін бек буыпты. Жаяу жүріп халықтан жылу жинап, баспаналы қылуға сеп қылыпты. Еліне ердей қызмет жасап кетті, ергөбектен сіңіріп тектілікті. Қамқорлыққа көп ақша керек емес, тура жолға бұралсаң бекті мықты. Миллион емес жақсылық жасау үшін мейірімді жүрек болса жеткілікті айқаяға. Қалдырып артқа біраз жылдықтарды, ақындар әңгіп қалды, жырғып қалды. Тұр екен бадырайып қарап отыр, уақытта біраз жерге сырғып қалды. Осыменен бауырым аяқтайып ұмытып арадағы сұмдықтарды. Дүр мұхтардың елінен кеп тұрмын ғой, төмендетіп не табам бұл мұхтарды айқаяға. Асқақтасын осылай ерің өссін, ерің қолдап осылай елім өссін. Расулда жақында қызды болды, қызыңыз ізгілерге еріп өссін. Жаңа айтқандай мен өзім ұлды болдым, ұлымыз тасып өссін, толып өссін. Қысқасы тілейтінім ұл қызымыз тек қана жақсылықты көріп өссін. Сенің қызың Әселхандай болып өссін, менің ұлым Әбдікерімдей болып өссін айқаяға.
менің өнердегі жан досым ең. Дос жоқ қой мына сенен бөлек осы. Әселхандай апамның тойы ғой бұл, артына қалған өшпей өнегесі. Жол беріп баспалдағың мен болайын, біз үшін адал достық деген осы. Әселханның әруағы бір алғасын, айтыстан бас жүлде алып немересі Ақындар Түркістанға құралған күн, осындағы ағайын қуанған күн. Әселхандай апамыз бауырында өсірді Расулдай ұланды алтын. Сол кісінің болған соң немересі әрқашанда асқақтап тұрар даңқын. Бауырым осыменен сен де аман бол, ел бүгін бізді көріп қуанған күн. Барлық ақын баласы бір ананың, сол анамыз Әселхан шығар бәлкім айқайға. Рахмет, үлкен алғыс білдіреміз. Қазылар алқасы өздеріңізге рұқсат. Мінекей, финалдағы ақысындағы екі ақынымыз да осындай тамаша өнер көрсетті. Нартайдан тамыр жайған осынау бір айқай-ұйқау мақамының өзінде айтысқа үлкен бір сән бергендей. Манап аталарымыз, Әбдікерім ағаларымыз, берісінде Бекарыс ағаларымыз, Мұхаммеджан ағаларымыз осы мақамда қалай түрленіп осынау айтыс көшінен қалдырмай келе жатыр.